Аны бит естісе айтады әкем. А что, так можно было, что ли? Құрал сияқты жүрген жоқпыз, ұйықтап біздер енді. Да ладно. Неге жазып жатыр A few moments later. Құрметті оқырмандар, ұстаздар, ата-аналар, бүгін бізде мектебімізде ерекше подкаст түсіргелі отырмыз. Бүгін бізде әкелер қонақтарымыз. Подкастымыздың тақырыбы әке отбасының тірегі. Бізде екі әкеміз Құрал Қанатұлы және Нұрлан Алпысбайұлы. Қош келдіңіздер эфирге. Әріптесім Дәулет Дулатұлы екеуміз бүгін сіздермен подкаст жүргізгелі отырмыз. Подкаст дегенде еркін тақырыпта, еркін әңгіме деген ғой. Біздің бүгін тақырыбымыз әке отбасы тірегі деп аталады. Енді бастапқыға өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер, ағалар. Енді айтсам ба. 3 hours later. Аты жөндеріңіз енді мамандықтарыңыз, қандай бала шағаңдар еді. Өзін таныстыруға. Енді біз бала шаға жұмыс мамандық енді музыкант мамандық өзімдікі. Педагогсыз, Әрі педагог, әрі музыкант. Сол енді жанұяда бәрін көрген 5 баласы бар. 4 қыз, бір ұл. Бір ұл жаңа айтады ғой, шығар шықпас жаныма деп бір ұл жатыр. Өзі бір ұл, дайын қалған қыз бар. Олардың бір ұлында өздерінің есімі сап-сырақ қанатымызды үлкенмәді жұмыс жасайды. Жалпы жанұяда сол әйеліміз өмір өздерін білесіздер, онда танымаған болса өздерін білесіздер деп қойған. Менің бастығым. екеуміз де көп балалы әке сияқтысыздар. Нұрлан да, Нұрлан, сіз таныстырып жіберсеңіз осы кезде. Мен Майбаев Нұрлан Алпысбайұлы. Мешітте қызмет қыламыз, жылдан бері. 5 баланың әкесіміз. Сол, үлкен қызым былтыр осы мектептен бітірді. Жақсы білім алды, грантқа түсті. Осы мектептің еңбегі зор. Атырауда қазір оқып отыр, бірінші курсын. Енді баршаңызды оразаның келуімен құттықтаймыз. Және бізді шақырып осылай эфирге сөзге тартып жатқандарыңызға көп рахмет етеміз. Еңбектеріңіз жандай берсін.